Текті ұрпақ өсірудің 3 алтын ережесі. Ұрпақ аманат. Әр ата-ана өз баласының тәрбиелі, саналы, жүрегі таза болғанын қалайды. Бірақ текті ұрпақ өздігінен қалыптаспайды. Ол дұрыс тәрбие, үлгі және ниеттің жемісі. Бірінші алтын ереже анаңды сыйлау. Ана өмірдің бастауы, мейірімнің шексіз бұлағы. Анасын сыйлаған бала ешқашан жаман болмайды. Анаға құрмет адамның адамгершілігінің айнасы. Анаға қатты сөйлемеу, көңілін қалдырмау, әрдайым көмектесу текті тәрбиенің негізі. Ана разы болса, бала да бақыт табады. Екінші алтын ереже әкені құрметтеу. Әке отбасының тірегі, тәртіп пен жауапкершіліктің символы. Әкені құрметтеген бала өмірде бағытынан адаспайды. Әкенің еңбегін бағалау, сөзін тыңдау, ақылын қабылдау баланың болашағына үлкен әсер етеді. Әке тәрбиесі мінездің беріктігін қалыптастырады. Үшінші алтын ереже еңбек пен иман. Еңбек пен рухани тәрбие текті ұрпақтың қос қанаты. Еңбекқор бала өмірде өз орнын табады, ал иманды бала жүрегін таза ұстайды. Баланы кішкентайынан еңбекке, адалдыққа, сабырға үйрету оның болашағына салынған ең үлкен инвестиция. Қорытынды. Текті ұрпақ ата-ананың айнасы. Бүгін берген тәрбиең ертеңгі ұрпақтың тағдыры. Сондықтан әр сөзге, әр әрекетке мән беру керек. Каналға тіркеліп, осындай пайдалы ойлардан құр қалма. Өз ойыңды пікірге жаз. Сен үшін текті ұрпақ қандай болуы керек?